Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сұхбаттасу мәдениеті. Оқу мақсаты берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру. Балалар, сендер қандай тақырыпта сұхбаттасқанды жақсы көресіңдер? Сендерге амандасу, қоштасу, қуаныш сәттеріндегі құттықтау әдебін білесіңдер ме? Енді бүгінгі сабағымыз осы тақырыптарға арналғаннан кейін біз осы тақырыптарға көңіл бөлеміз. Біз бір-бірімізді көргенде амандасамыз, амандық саулық сұрасамыз, немесе бір-бірімізді құттықтап жатамыз. Сәлемдесудің тілімізде сан алуан түрлері бар. Тіл жұмсау дағдысында сәлеметсіз бе, аман есенсіз бе, армысыз, сәлем бердік, ассалаумағалейкум, кеш жарық, тағы басқа сөздер күн сайын қолданылады. Амандық сұрасу тұрмыста үзбей айтылатын, құлаққа жиі естілетін сөздер. Бірақ бұл сөздер мағыналық жағынан талғап, таңдап, өз орнында қолдануды қажет етеді. Мысалы, сәлеметсіз бе деп амандасу үлкен кішіге, таныс бейтанысқа қолданыла береді. Ал ассалаумағалейкум деп амандасуды кейбір жасы үлкен ақсақалдар ұнатады. Амандасудың түрлері. Амандасу ерлер арасындағы амандасу, әйелдер арасындағы амандасу, қыздар мен ұлдардың амандасу әдебі және үлкен мен кішінің арасындағы амандасу әдебі болып төртке бөлінеді екен балалар. Балалар, мына суретке қарайтын болсақ, әртүрлі жастағы адамдардың амандасу түрлері мен әдебін көруге болады. Жаңа жоғарыда айтып кеткендей, ер адамдар бір-бірімен қол алысып амандасса, әйелдер төс қағыстырып немесе құшақтасып амандаса алады екен. Ал қыздар мен ұлдар немесе жастар бір-бірімен сәлем деп қол алыспай-ақ амандасып жатады. Ал келесі суретке назар аударатын болсақ, үлкен мен кішінің қол алып амандасу әдебін көруге болады. Сонымен қатар, қазақ халқының салт-дәстүрінің бірі келін мен жас баланың сәлем беруін де мына суреттерден көруге болады. Балалар, сонымен қатар сұхбаттасу мәдениетіне тек қана амандасу ғана емес, сөйлеу этикетіне қатысты, қоштасуға қатысты сөздер мен эмоционалды сөздер, құттықтауға қатысты сөздер де жатады. Амандасу сияқты қоштасуға байланысты сөздер де алуан түрлі болып келеді. Мысалы, сау болыңыз, қош болыңыз, келесі кездескенше, көріскенше күн жақсы, жайлы жатып жақсы тұрыңыз, сапар сәтті болсын, жолыңыз болсын деген сияқты сөздер. Сөйлеу этикетіне байланысты эмоцияға бай сөздер тобы құттықтау сөздер деп аталады. Адамдар құттықтау сөздерді біреудің қуанышына байланысты ортақтасып құттықтап жатады. Әсіресе жас үлкен кісілер үйленген жастарға қосағыңмен қосағар, қадамдарыңа гүл бітсін, босағаң берік болсын, немесе туған күнге арналған құттықтаулар жатады. Ал эмоционалды сөздерге келетін болсақ, ол адамның сезімін, көзқарасын, көңіл күйдің түрлі иімдерін білдіретін сөздер. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, сұхбаттасу мәдениеті адамның тәрбиесін, кішіпейілділігін, мәдениеттілігін көрсетеді. Сондықтан сөйлесу, сұхбаттасу барысында мәдениеттілікті сақтап, орынды сөйлей білу аса маңызды екенін бүгінгі сабақ барысында білдік. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.